24 марта 2023 года Инновационный центр развития образования провел в формате офлайн третий областной форум для молодых педагогов «Жас ұстаз табысқа апарар жол». В рамках форума состоялись мастер-классы, современный урок и развитие soft skills, современные цифровые технологии в образовательном пространстве, эффективное классное руководство «Учусь быть классным». Данный форум дал возможность молодым педагогам получить уникальный опыт командного взаимодействия, обменяться теоретическими и практическими знаниями, яркие эмоции, огромная энергетика, новые идеи, практические решения. Форумның аясында жаңа ғана біз шеберлік сағаттарын өткіздік. Шеберлік сағатының тақырыбы қазіргі заманауи сабақ. Заманауи сабақтың басыңқы бағыттары не болу керек деген жағдайында өзімнің жас әріптестеріммен тәжірибемен бөлістім. Мұғалімдерге тәжірибемен бөлісу барысында сабақты құрудың жолдары, бүгінгі таңда біздің жас мұғалімдерге қай жағына назар аудару керек, одан кейін өздерінің мысалға өзінің үйренгенін өзгеге үйрету үшін қандай бізге психологиялық қолдаулар керектігі, және болашақта мақсат қоя отырып мақсатқа жетуге, арманға жетудің, сонымен қатар шынайы бәсекелестік орта құрудың ең бастысы болашақ ұрпақты алға жетелеудің басты қадамдарына байланысты өзімнің ұсыныстарымды бердім. Бүгін жас маман табысқа апарар жол атты форум болды. Осы форумда 160-тан астам облысымыздың жас мамандар келді, тәжірибе алмасу болды, олардың идеяларын тыңдадық, сұрақтарын тыңдадық. Маған бүгінгі форум өте қатты ұнады. Және осы форумда мен өз тәжірибеммен бөлістім. Жас маман ретінде алдыңғы дарынды баланы талант ұстаз байқауы қалай өтті, және жаңашыл мектепке қалай дайындалу керек өзім тәжірибеммен бөліскен болатын. Және жаңа мектепке жаңашыл ұстаз байқауының бірінші орнын алдым, және өте қатты қуаныштымын. Барғанына көп рахмет айтқым келеді.